Сәлем достар. Бүгін көп адам естіп өскен, бірақ көбіміз себебін білмейтін бір қызық тақырып туралы сөйлесеміз. Неге бұрынғы әжелеріміз түнде есік қағылса бірден ашпа дейтін? Бұл жай ғана ырым ба, әлде өмір тәжірибесінен шыққан сақтық па? Бүгін осы туралы сөйлесеміз. Соңына дейін көріңіз, себебі соңында көп адам біле бермейтін бір қызық әңгіме айтамын. Қазақ халқында түн ерекше уақыт саналған. Әсіресе түн ортасы өткеннен кейін адамдар көп нәрсеге сақ қараған. Себебі бұрын жарық аз, айнала тыныш, қауіп көп болған. Біздің әжелер не дейтін еді? Түнде біреу келсе, асығып есік ашпа. Кей адам бұны жай қорқыныш деп қабылдайды. Бірақ үлкендер бұның бірнеше себебін айтқан. Бірінші себеп қауіпсіздік. Бұрын ауылдарда есік құлпы қазіргідей мықты болмаған. Түнде бөтен адам келуі мүмкін. Сондықтан адамдар бірден есік ашпай, алдымен кім деп сұрайтын болған. Бұл ең қарапайым әрі ақылға қонымды түсінік. Бірақ халық арасында бұдан да қызық әңгімелер бар. Кей әжелер түнде есікті асығыс ашпа, әр дыбысқа сенбе деп отыратын. Неге? Себебі адамдар түнде қорқынышты көбірек сезінеді. Кәдімгі дыбыстың өзі ерекше естіліп кетеді. Жел терезені қақса да, адам оны басқа нәрсеге жоруы мүмкін. Психологтар да түнде адамның уайымы күшейетінін айтады. Күндіз мән бермеген нәрсе түнде үлкен болып көрінуі мүмкін. Бірақ қазақ арасында тараған бір қызық оқиға бар. Бір әйел түн ортасында есік қағылғанын естиді. Үйде жалғыз отырған екен. Алғашында қорқып, үндемей қалады. Бірнеше минуттан кейін тағы қағылған. Ол кім деп сұрайды. Бірақ ешкім жауап бермеген. Таңертең сыртқа шықса, есік алдында ешкімнің ізі болмаған екен дейді. Әрине, мұндай әңгімеге әркім әртүрлі қарайды. Біреу сәйкестік дейді, біреу жай желден шыққан дыбыс болған шығар дейді. Бірақ бір нәрсе анық, бұрынғы адамдар сақтықты бірінші орынға қойған. Сондықтан әжелер түнде асығыс шешім қабылдама деген. Шын мәнінде бұл сөздің астарында үлкен өмірлік тәжірибе жатқан болуы мүмкін. Себебі қорыққан адам дұрыс ойлай алмайды. Түнде асығыс әрекет жасау қауіпті болуы мүмкін. Ал сіздің үйде қандай тыйым айтылатын еді? Түнде ысқырма, табалдырықта тұрма, түнде айнаға қарама деген сөздерді естідіңіз бе? Пікірге жаза кетіңіз.